Кенжемұрат сақтаған Абақтыдағы ұлдың хаты. Қалайсыз апа, дін аман шауып жүрсіз бе? Ұялып жүргем, хат жаза алмай бір сізге. Ұлыңның мынау қылығын қылмыш жасаған, кешірмесең де көрсінбе апа, көрсінбе. Қанішер болсын деп өсірмеп ең ұлыңды. Сіз түгіл өзім сенбеймін жайға бүгінгі. Қапаста жазған хатымда апа өзіңе, ақтарайыншы айтылмай қалған сырымды. Қаланың кеші сауықпен сайран достармен, саябақ кезіп сырласып жүрдік аспанмен. Оңаша қалған сәтімде сүйген жанменен, кездесе кеттім пәлез деген мастармен. Қоршау қалды, қорқаулар бізді қамалап, тасаға тығып, қанталап көздер жағанап, жан жақтан талап, мысымды басып алған соң, қысымды зорлап, жабылып мені сабамақ. Өскенем менде артық сөз бастан асырмай, өжеттігім бар, тура айтар бетке жасырмай. Жігіттер дедім, өлсем де мен де бұл жерде, бір екеуіңді қалдырам мәңгі қасымдай. Намыссыз емес едім ғой апа, ұғыңыз, көшеде қалар көктейін беді құнымыз. Басыма шауып, тасыды қаным көргенде, қансырап жатып, қош бол дегенде қызыңыз. Айналып кетті мен тұрған бәр аймақтың, манадан бері шайқасқан екем жайдақтым. Суырып алып пышағын қорқау қолынан, төртеуін қатар ұзатпай бірден жайраттым. Болмасын апа, мен үшін сенің зар мұңың, сот алдында да мойындап өзім барлығын. Абақты апау қисықты түзей алмайды, көтереді ұлың мұнда да адал ар жүгін. Сағындым ана қаймақпен құйған шайыңды, мен үшін сақтап қоятын сары майыңды. Достармен зіра ағайын терс айналып, түсінер жалғыз өзіңсің апа жайымды. Сағындым және бар ғұмыр өткен ауылды, ақ көңіл жандар ондағы қалған қауымды. Ойланам апа, жайлайды екен деп қай кісі, қораңда қалған қойыңмен бірер сауынды. Көршілер қалай, бас сұғып үйге тұра ма? Темек шексе Васяғай ұлын ұра ма? Құрдасым жүрме сайранын салып, баяғы ауылды шарлап мініп ап таңмен құлаға. Сау боп тұрынды, жүріңіз апа дін аман. Құландар аз ба құдыққа мендей құлаған, дәм түзі жазса барармын ұшып кешікпей. Тәңірім жазсын қаушар күнге біз аман. Тәңірім жазсын қаушар күнге біз аман. Оқыған Эльмира Сәрсенбайқызы.